Күш қуатым сарқылмасын десең. Өмірде адамға ең қажетті ресурс бар. Ол адам бойындағы күш қуат, яғни энергия. Біз жеткіміз келетін мақсатқа жоспар құрып, орындалу мезгілін белгілеп, алдын ала топшылаймыз. Бірақ үнемі бір кедергі шығып, бойымызда жалқаулық, ойымызды негатив билеп кетеді. Бұл сәтте не істеу керектігін, қандай қадам жасау керектігін бәріміз білеміз. Алайда арманға жеткізбей, ұстап тұратын бір тосқауыл болады. Ол энергияның азаюы, бойдағы күш қуаттың кемуінен туындайды. Бір нәрсе жасайын десем, зауқым болмайды. Бастаған істі аяқтай алмаймын. Соңына дейін жеткізу қиынға соғады. Секілді шағымды жиі естіп жатамыз. Сарқылған күшті қалай қалыпқа келтіруге болады? Энергия қайткенде толысады. Оның негізгі көзі қандай? Бұл сұрақтарға көптен бері жауап іздеп жүрген боларсың. Жұмысынан ләззат алмаса, еңбегі лайықты түрде бағаланбаса, адамның шаруаға деген құлшынысы төмендей береді. Сол үшін жасап жүрген әр ісің мен жұмысыңның өзіңе ұнау-ұнамауына сараптама жаса. Жаныңа жақпайтын, бірақ отбасыңа тұрақты қаражат әкеліп тұрған жұмысты амалсыз жасап жүрсең, жұмыстан ұнамайды екен деп бірден шығып кетіп жүрме. Бәлкім ол жұмысты да саған ұнайтындай, орындалуы ләззат сыйлайтындай әрекеттермен байыту керек шығар. Нәпсі адамды әрқашан жамандыққа бұйырады. Яғни ұнамаса бұл жұмыстан шығып кет. Бастықтың бетіне айтып таста, тәрізді ой салады. Бірақ сен жұмыстан шығып кеткеннен кім не ұтады? Орныңа әйтеуір бір адам табылады. Мекеме сен кеткеннен құлап қалмайды. Тұрақты жалақыдан қағылған сен және сенің бала-шағаң қиналады. Ендеше бірінші кеңесіміз жұмысқа деген көзқарасты өзгерту маңызды. Батыс менеджерлері жиі қолданатын бір сөз бар. Стабильность тоже стратегия. Яғни өзгермейтін, бірақ тұрақты табыс плюс деген сөз. Айлығың азайып кетсе не болар еді? Жұмыста қысқарту жүрсе ше, хорошо там, где нас нет дейді ғой орыстар. Қазақ барсаң бақыр да жоқ дейді. Ендеше аспандағы жұлдыздарды моншақ қып тағуды армандамай, тұрақтылықтың өзіне қанағат қылу энергияңды жемейді. Яғни біз көбінде ұрыспайтын бастық, тақылдамайтын тексерушісі жоқ, бірақ айлығы көп жұмысты аңсап жүріп ақ шаршап қаламыз. Ол иллюзия. Одан арылу керек. Екіншіден, біздің тез шаршап әлсіреп қалуымыз айналадағы адамдардың пікіріне де байланысты. Егер адамға мұның не, мына ісің дұрыс емес деп бірден сын айтса, оны қабылдай алмай ренжіп қалуы мүмкін. Ал өкпе реніш бойдағы қуатты тез төмендетеді. Сондықтан адамға сен жаман емессің, сенің мына әрекетің дұрыс болмады десек, адам бойындағы қателігін түзеуге, әрекеттерін өзгертуге тырысады. Қабылдау да оңай болады. Олай өзіміздің жеке әлем мен әрекетімізді бөліп қарастыратын болсақ, адамның көңіл күйін бұзбай, өзіміздің де айналамызға нұр шашып, жағымды пікір айта білетін боламыз. Өзімізді тәрбиелеуге көшеміз. Өзгенің көңілін қалдыратын сөз айтпас бұрын, әрбір әрекетімізбен аузымыздан шыққан сөзімізге жауап беретін боламыз. Энергия азайып, жұмыс жасауға құлшыныс жоғалған сәтте ұйқы режимі, дұрыс тамақтану, әркез қозғалыста болу, жақсы ортада жағымды жаңалықтар айтып, арманыңнан шабыт алу қағидаларын ескерген жөн. Неге десең, қуат көзі осы негізгі факторлардан бастау алады. Әрі біз Алла алдында әрекетімізбен сұраламыз, нәтижеден сұралмаймыз. Бұл не деген сөз? Біз кейде бір ісіміздің өнбегеніне, тапсырған шаруамыздың тынбағанына, немесе баламыздың екі алып келгеніне де ашуланамыз. Жүйкемізді тоздыртып шаршаймыз. Уайымдау заңды, бірақ сен қолыңнан келетін істің бәрін істедің бе? Мысалы, шаруаң біту үшін ерте тұрдың, құжаттарды реттедің, тиісті жерге бардың, бірақ жауапты маман орнында жоқ. Шаруа тәмамдалды. Бұған жүйке тоздырып қажет емес. Сен бәрін дұрыс дедің. Бастысы, Алла әрбірімізге әділеттікпен күн сайын бірдей көлемде энергия береді. Энергияны қайдан аламын деп емес, энергиямды қалай үнемді жұмсаймын, оны қалай сақтаймын деген дұрыс. Энергиям тасып, бәріне үлгеріп, шаршамай шалдықпай өмір сүргім келеді десең, ендеше таңертең ерте тұрудан баста. Ал ерте тұрудың пайдасы жайлы келесі тақырып ойымызды толықтыра түссін. Таңғы береке жетістікке жеткізеді. Энергиямыз барынша ұзақ сақталуы үшін ең маңызды әдет өзімізді ерте тұруға дағдыландыру. Ерте тұрудың қандай маңызы бар? Ол не үшін керек? Қойылған сұрақтардың жауабы сені қанағаттандыру үшін
ерте тұрмаудың зиянынан бастайық. Ерте тұрмаған жағдайда не болуы мүмкін? Әрине, көпшілігіміз ерте тұрудың пайдасы мен маңызын өте жақсы білеміз. Алайда көп жағдайда оны орындау қолдан келмей жатады. Сондықтан, егер біз алдымен ерте тұрмаудың зияндарын білсек, ерте тұрудың маңыздылығын терең түсінуіміз оңай болатын еді. Алла тағала мына ғаламды, әлемді, бүкіл жаратылысты керемет бір үйлесімділікпен жаратты. Әлемде бәрі де өз орнымен, ретімен орналасқан. Уақытымен таң атады, өз мерзімінен кешікпей күн де батады. Жол мезгілі ауысады, сағат, секунд еш тоқтаусыз жылжи береді. Тіршілік бір ретімен жұмыс жасап тұр. Осы жүйедегі ең саналы тіршілік иесі адам. Тұтас жаратылыс адам үшін қызмет етеді. Біздің игілігіміз үшін жұмыс істейді. Біз бұл жүйеден ырғақтан қалып қояр болсақ, бірге жұмыс жасап, қатар дами отырмасақ, оған кері әрекет жасасақ, өзімізге зиян. Қалай? Мысалы, күн ұясынан шығады, ал біз тал түсте ояндық. Осының өзі біздің тоқтап қалған сағат сияқты тіршілік үйлесімінен кейін қалғанымыздың бір дәлелі. Себебі әр нәрсенің өз белгіленген уақыты бар. Бар кезінде денсаулықтың бағасын білмей, күш-қуаттың да қадіріне жете бермейміз. Күндіз-түні бізге қызмет етіп тұрған аяқ-қолымызға, дене мүшемізге шүкір айтуды да ұмытып кетеміз. Сол сияқты кеш ұйықтап, кеш тұрғаннан, яғни денсаулығымызға кері әсер ететін жүйесіз режимді реттеуге асықпаймыз. Дене мүшесінде ақау сезіле бастағанда ғана дәрі-дәрмек іздеп емделудің жолын қарастыра бастаймыз. Негізі бәріміз жақсы білетіндей, ауырып ем іздегенше бірден ауырмайтын жол іздеген дұрыс. Уақытылы ұйықтамаудың әдетке айналуы денсаулығымызға орасан зиян келтіреді. Ең бірінші жапа шегетін бауыр. Уақытында жатпай, мезгілсіз жүріп алу бауырдың басты жұмысына тоқтау қояды. Күні бойы ішкен жеген түрлі тағамдарын ағзадан шығаруға, шлактан тазарту, токсиндерден арылтуға жұмыс жасайтын бауырдың қызметін шектеп, сағат 10 мен 12-ден кейін де ұйықтамай қоятын болсақ, бауырымызға салмақ түседі. Себебі бұл уақыт бауырдың демалатын, өзін қалыпқа келтіретін сәті. Сонымен қатар ағзамызға ерекше маңызы бар мелатонин бөлінетін мезгілде осы. Мелатонин жақсы бөліну үшін бөлменің қою қараңғы болғаны дұрыс. Негізі бүкіл ағзамызға әсер ететін мелатонин адам ұйқыда болса, 9:30-нан бастап бөліне бастайды. Егер уақыты 12-ден асып ұйықтамасақ, тек бауыр емес, бүйректің де осы сәтте өзіндік қызметін атқару барысында қиындыққа ұшырайды. Бүйрек үсті бездерінен бізге өмірлік маңызы бар гормондар түзеледі. Түнгі 12 мен 2 аралығында ағзамызға демалуға мүмкіндік бермей, әрі қарай жұмыс істеу жалғастыра беретін болсақ, бүйрек өз функциясын толық атқара алмай, болдырып, түрлі ауруларға ұшырай бастайды. Сонымен бірге, бұл түнгі 2 мен 3 аралығында гормондарда жұмыс істейді. Тестостерон және тағы да басқа түрлі әйелдік гормондар бөлініп шығады. Яғни әр гормон нормасының дұрыс болуы мөлшерінен ауытқымау кортизол гормонының тұрақтануына тікелей байланысты. Керісінше дәл осы уақытта ұйықтамай жүріп қалсақ, мерзімі өтіп кеткеннен кейін, яғни түнгі 2-ден асқан соң, қанша ұйықтайын десең де ұйықтай алмайсың. Өз-өзінен бойыңды бір қорқыныш билегендей сезім оянып, қанша шаршап тұрсаң да кірпігің айқаспай ұйықтай алмайтын сәттер болады. Бір түрлі күйде тыпыршып аунап жата бересің. Себебі бұл уақытта кортизол гормонының үйлесімі біздің ағзамызда өз мөлшерінен тым өсіп кетеді. Бойыңды үрей билегендей болып, қорқынышқа да жол бересің. Содан кейін қарның ашқанын байқайсың. Тамақ ішкің келеді, бір нәрсе жегің келе бастайды. Себебі гормондарды қалыпты деңгейіне түсіру үшін миға сондай сигнал барады. Бойыңдағы үрейді сейілтуде мидың берген сигналы сені еріксіз тоңазытқыштың тұсынан бір-ақ шығарады. Амал жоқ, асқазанның да қалауын орындаймын деп, ағзаға одан сайын ауыртпалық саласың. Түн ортасында тамақ жеу де өте зиянды екенін біле тұра бұл қадамға барасың. Енді осылай таң атырғаннан кейін түнде кеш жаттым, енді кеш оянсам болады. Сөйтіп бәрін қалпына келтіремін деп ойлайсың. Тағы да қатты қателесесің. Өйткені енді бауырда, бүйректе бұл күні демалмағандықтан, өз уақытынан кеш қалғандықтан қайта қалпына келмейді. Тіпті түскі 3-ке дейін ұйықтасаң да ретке келмейді. Бойыңды күні бойы дел салтық басып, энергияң тым төмен қалыпта, ісің өнбей жүресің. Сонымен қатар түнгі ұйқының аздығы біздің миымызға да өте зиян екен. Түнгі ұйқы мидың негізгі қорегі, мидың суы саналады. Су жетіспесе құрғап бастайтын кез келген нәрсе сияқты түнгі ұйқының аздығынан мида құрғап бастайды. Есте сақтау қабілетің нашарлап,
ақпаратты миың қорыта алмай қиналып, жеңіл жаңалық мәліметтің өзі миға әрең сіңуіне әкеп соғады. Ұйқы өз уақытында болмағаннан кейін тез шаршау басып, өзіңді әлсіз сезініп, бас ауырып, күш-қуат азаяды. Түске дейін жатып, ұйқыңды қандырып тұрсаң да, денеңде осындай жайсыздық орнайды. Бұл айналып келгенде жұмысқа деген қабілетіңді төмендетіп, белгілі бір іске де құлшынысты жояды. Ештеңеге зауқың соқпайды. Осыдан кейін амал жоқ, денеміз, миымыз жұмыс істеуді қаламай тұрса да, өзімізді өзіміз қинап, жұмыс жасату басталады. Қиналып жұмыс атқарғаннан кейін, сол жұмыстың өзі сізге ұнамауы заңды құбылыс. Сонымен қатар кеш жату, уақытында ұйықтамау зат алмасу процесімізді бұзады. Яғни метаболизм нашарлайды. Бауыр қалыпты деңгейіне келе алмағандықтан, ағзамызды артық шлактан тазартпағандықтан, келесі күні де сапалы жұмыс істей қоймайды. Бүйрегімізде дәл солай, мүмкіндігіне сай қызмет атқаруға қауқары жетпейді. Гормондар да дұрыс бөлінбегендіктен зат алмасу процесіміз төмендейді. Осындай себептердің салдары артық салмақ қосуға алып келеді. Мына мәселе есіңде болсын. Егер сен қазір барынша дұрыс тамақтанып, салмақтан арылу үшін жаттығу жасап, түрлі дәрумен ішіп, артық салмақпен күрес жүргізіп жүрсең, ұйқы режимің реттелмей, салмақ тастау денсаулықты түзету мүмкін емес. Қанша тырысқаныңмен артық салмақтан ұйқыңды реттемейінше арыла алмайсың. Бұл дәлелденген факт. Бәлкім уақытында ұйықтамау осынша зиян әкеледі деп ойламаған боларсың. Ал енді ерте тұрмаудың зияндары жайлы толық білетін болсаң, сен ұйқыға деген көзқарасыңды да өзгертесің. Біз кейде күн шығып шақырайған тапа-тал түс болса да ұйықтап жата береміз. Сол кезде ағзамызда қандай өзгерістер болады? Бұл нәрсенің маңызын саған атақты Машанов деген ғылымның жаңалығы арқылы түсіндіргіміз келеді. 1970 жылдары Машанов үлкен бір конференцияда таң намазының пайдасы жайлы баяндама жасаған. Оның ғылыми жобасы күн шыққаннан кейінде ұйықтап жатқан адамды бақылап көруге шақырады. Ол адам қайта-қайта жұтынып жатады. Не себепті? Біздің организм түні бойы жұмыс істейді. Бауыр бүйрек токсиндерді шығарады. Бүкіл ағзамызды тазартты. Сол ағзамыз шығарған түрлі бактерияларды, ағзамызға зиянды микробтарды ауыз қуысына шығарады екен. Сенің ауыз қуысыңа жиналып тұрған микроорганизмдер таң атып күн шыққан кезде олар өте белсенді бола түседі. Содан олар көбейе бастайды. Әрине, көбейгеннен кейін өзінен улы заттарды бөледі. Сенде сілекей бөлу рефлекс пайда болады. Содан адам тоқтаусыз жұтына бастайды. Яғни ағзамыз түнімен жұмыс істеп, қаншама еңбек атқарып саған зиянды патогенді микроорганизмді ауыз қуысына шығарады. Оны жуып тастайтын уақытта ұйықтап жатқан болсақ, сілекейімізбен ішке қайта жұтып, ағзаны екі есе улайды екенбіз. Таң уақыты кіргеннен басталатын осы процесс күн шыққанға шейін жалғасады екен. Сосын денеде түсініксіз бір ауырлық, делсалдық, тез шаршау басталады. Егер өзіңнен осындай белгілерді байқасаң, міндетті түрде осы нәрсені реттеуді қолға ал. Яғни күн шықпай тұрып, ең абзалы таң кірерге дейін ояну керектігін жадыңда ұста. Байқасаң, сол уақытта құстардың өзі де оянып, белсенді тіршілікке кірісіп, шықылықтап жататынын естисің. Ал енді бұл уақыт шамамен қай сағаттарда, оны қалай білемін дейтін болсаң, келесі ақпаратқа көш. Бұл уақыттарды біздің оңтайлы жолы әр қаладағы таң уақытының кіруі, күннің шығуы жазылатын намаз кестесі. Республикамыз кең байтақ қой, әр қалаға таң намазы әртүрлі уақытта кіреді. Барша осы ғаламдық жүйенің жаратушысы осы әлемдегі ең саналы тіршілік иесіне пайдалы болатын дүниелердің барлығында бізге көрсетіп қойды. Жоғарыдағы барлық ақпараттарды мұқият егерсек, таң намазының оқылуы бірінші кезекте біздің пайдамыз үшін жасалғанын саналы түрде ұғына түсеміз. Дәл осы уақытта адамның рухы да азық алуға ең қолайлы кез екен. Бұған дейін Хэл Эллардтың «Магия утра» кітабы туралы таңғы уақыттағы ритуалдардың маңызы жайлы жазғандарын естіген, оқыған боларсың. Ал мұсылман қауымы оны қаншама ғасырлардан бері жасап келе жатыр. Әзірге сен намаз оқымайтын болсаң да, таңғы уақыт кірісімен оянып, міндетті түрде дәрет алып, организм дайындап, патогенді микроорганизмдерді ағзаңнан шығарып тастауға ұмтыл. Таң кіре оянғаннан кейін сен міндетті түрде өте белсенді болып күш-қуатың бір күнге толыққанды жетеді. Ерте тұрудың тағы бір пайдасы, кез келген нәрсені өзің қалағандай дәрежеде орындай аласың. Уақытың да берекелі болады. Ал егер таңертең ерте тұрып дәрет алу әдетіңе айналса, неге намаз оқып та бастап кетпеске?
Ерте ояну ағзаңа да пайдалы, өзіңе де сауапты, әрі әр таң намазың арқылы сол күніңе береке, мол ризық, амандық тілеп, Аллаға дұға да жасай аласың. Керемет емес пе? Ендеше іске сәт құрбым. Алла бізге тәнімізді аманат етті емес пе? Таңғы берекенің ризық несібесінен де құр қалмасын деп таң намазын оқуды парыз етті. Таң намазынан кейін ұйықтамай тіршілік көзін жалғастыруда сауапты іс етті. Таңертең күннің алғашқы бөлігінде өте үлкен береке бар. Біз ең қиын деп санайтын, күрделі деп есептейтін жұмыстарымызды міндетті түрде күннің бірінші бөлігінде тындырып тастауды жоспарлаған жөн. Өйткені әлі шаршамағансың, ұйқың қанған, миың тұнық. Сонымен қатар ерте тұрмау, күнмен жарысып жата беру, тал түске дейін ұйықтау біздің ризығымыздың азаюына да себеп болуы мүмкін. Түскі уақыт шамасында организм шаршап, ұйқы келуі мүмкін. Сол кезде аз ғана көз шырымын алып, миымызды тынықтырып алсақ болады. 15-20 минут жарты сағат жеткілікті. Телефонның оятқышына уақыт бекітіп, барлығын ұмытуға тырысып, дұрыс демалу техникасын жасап, ұйқыға кетесің. Оятқыш шырылдағаннан кейін бірден тұру қажет. Сөйтсең, организмге жақсы пайдасын тигізеді. Түскі уақытта әрі кеткенде жарты сағат ұйықтап ал. Әрине, ондай мүмкіндік болса және жұмысыңа кедергісін тигізбесе, көз шырымын алған жөн. Одан ұйықтайтын болсаң, керісінше денеңді ауырлық басып, салғырттық күшейіп, миыңда шаршау пайда болады. Кешкі 4 пен 5 шамасында ұйықтаудың қажеті жоқ. Ең дұрысы 1 мен 2 немесе 3-ке дейін тынығу. Дінімізде мұны тіпті сүннет ұйқы деп те атайды. Баланы да осындай ұйқыға бейімдеу керек. Балам ұйықтамайды деген сылтау айтпай, режимін өзіміз қалыптастырып үйрету біздің міндетіміз. Балаңды аясаң аяма деген. 1-2 күн қиналса да ерте тұрғызсаңыз, түске қарай өз уақытқа 1-2 күн қиналса да ерте тұрғызсаңыз, 1-2 күн қиналса да ерте тұрғызсаңыз, түске қарай аз уақыт ұйықтатып, кешке уақытта ұйқыға жатқыза аласыз. Балаларға қатысты бұл режимді сақтау өте маңызды. Себебі олардың ағзасы белсенді өсіп келе жатыр. Өсу гормоны балаларды ұйқыға жатқан мезгілде 9-дан бастап белсенді бөлінеді. Бұл уақыттан кеш ұйықтататын балдарда болашақта гормондық түзелістерде, жалпы ағзасы мен иммундық жүйесінде ақаулар болуы мүмкін. Балаларымызға айтылған режимді орнату үшін ең алдымен оны өзіміз ұстануымыз керек. Осы орайда іштей қалай? Күйеуім өте кеш қайтады жұмыстан. Оған тамағын беруім керек. Өзім кеш келемін. Үйдің жұмысын жасап боламын дегенше түннің бір уағы болады деген наразылықтар туындап отырған шығар. Бірақ бұл мәселелердің барлығында саналы түрде жауапкершілікпен қарап, мен режимді өзімнің, отбасымның денсаулығы дұрыс болу үшін реттеймін деген шешім болса жеткілікті. Жолдасыңызға тамағын ертерек дайындап, ұйқыға жатыңыз. Ол келгенде оянып, ас ауқатын бересіз. Жұмыстан кейін түнде жасайтын шаруаңызды әдеттегіден сәл ертерек тұрып жасасаңыз, ағзаңызға да пайдалы, күні бойы өте сергек, энергияға толы болып жүресіз. Мүмкін емес дүние жоқ. Мәселе тек сенің шешіміңде. Үлкен өзгеріс кішкентай қадамдардан басталады. Өзгеріс адам бойында бір сәттен дереу өз жұмысын бастап кетпейді. Дәлірегі, адам баласы бірден өзгеріп сала бермейді. Өзгеріс ретімен сатылап, жайлап орын алатын құбылыс. Түбегейлі жаңа бағытқа өзгеру көп сабырды талап етеді. Мысалы, бірден уақытылы ұйықтап, ерте оянып кететін жақсы әдетті қалыптастыру барлық адамға қиынға соғады. Оның үстіне, осыншалықты деңгейдегі қарбалыс өмірде бәріне үлгеріп жүруде өте жауапты іс. Ерте тұра алмай, уақытылы ұйықтай алмай жүрген жан әлемде жалғыз сен емес. Қазір белсенді жастар көп болғандықтан, жұмыстың басым бөлігі электронды техникалармен жүзеге асады. Қарапайым ұялы телефонсыз тірлік бітіру мүмкін емес заманға жеттік. Дұрыс режимді дереу орната алмағаның үшін өзіңді жазғырып кінәлаудың еш қажеті жоқ. Нәтиже бірден пайда бола кетпейді. Әрбір нәрсенің қалыпқа келіп, бір ритмге түсу үшін уақыт керек. Ал жеке тұлғаның бір қалыптан екінші бір режимге трансформациясы жедел жүзеге асуы тіпті мүмкін емес. Бастысы, аз-аздан болса да бетке алған мақсатынан қайтпай, өзгеріске қарай күн сайын қадам жасау. Әрбір қадам ертең үлкен нәтиже мен жеңіске алып келеді. Ең бірінші, ерте тұрмас бұрын ерте ұйықтау қажет. Яғни шаруаны ерте тұрудан емес, ерте ұйықтаудан бастаған дұрыс. Ерте ұйықтамаған жағдайда не болуы мүмкін?
түрлі құрал жабдықтың техниканың қолдану реті қажеттілік функциясы мен ерекшелігі болатын тәрізді адам баласының ағзасы да бір реттілікке бағынып жұмыс істеп тұр. Егер организмімізден ақау шығар болса, тұтас денсаулыққа, өмір сүру жағдайымыз бен көңіл күйімізге әсер етеді. Күн батады, ақшам намазы кіреді, сосын құптан намазының мезгілі жетіп түн болады. Түн кірместен негізі жатып демалған жөн. Жасанды жарықтарды мейлінше аз пайдаланып, жарықты шақырайтып жақпай ағзаны ұйықтауға дайындау қажет. Тіпті ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мен құптаннан кейін сөйлескенді ұнатпаймын деген мағынадағы хадисі бар. Ал Алла елшісі пайдасыз сөз айтпайды ғой. Бұл сөздің өзі құптан намазынан кейін адам демалудың қамына кірісіп, төсек орнын реттеп, ұйқыға жатуы тиіс дегенді білдіреді. Ал көпшілігімізде өкінішке қарай керісінше, кешке тірлігіміз қыза түсетіндей, белсенділігімізде артып кететіндей ме, күндіз үлгере алмай жатқан ісімізді түнде орындаймын деп ысыра береміз. Түн ауғанша жұмыс істейміз. Рас, заман ағымы көп жұмыс істеуге, табыс іздеуге мәжбүрлейді. Бірақ салдары ше? Түрлі дертке душар болып, денсаулығымыз бұзылуының зиянын есептедік пе? Денсаулық қана емес, өміріміздің өзінде жүйе бұзылды. Ештеңеге үлгермейтін, үнемі ұйқымыз қанбайтын, бала-шағаға көңіл бөлмек түгілі өзіміздің тез ашуға бой алдыруымыздың басты себептері режим бұзылғаннан емес пе? Оны ойлап жатқан кім бар? Ақпараттарды білген соң, ақырындап өз өміріңе енгізуге тырыс. Бәрін бірден болмаса да, біртіндеп сондай пайдалы өзгерістер қатарына саған тағымына мәліметтерді де ұсына кетейік. Таңертеңгі жаттығуға қатысты да керек кеңестер көп. Соның бірі, әрі өте маңыздысы, дұрыс тыныс алу. Дұрыс тыныс алу техникасын жасау арқылы ішкі құрылыспен дене мүшеңізге үлкен сый жасайсың. Яғни дұрыс тыныс алу техникасы көмегімен бүкіл ағзадағы оттегімен қамтамасыз етесің. Оларда оянып, қан айналым жақсарып, күні бойы жетерліктей керемет күш-қуат жинай бастайды. Сенің тарапыңнан ағза бонус алғандай әсермен жоғары деңгейде қызмет жасайтын болады. Белсенділігі артады. Дұрыс тыныс алуды жасап болғаннан кейін, міндетті түрде қайнаған, бірақ аузың күймейтіндей температурада бір стакан ыстық суды отырып ішуді әдет еткен жөн. Бар болса, оған бір қасық бал қосу тіпті керемет. Себебі мұндай концентрация адамның қанындағы плазманың құрамымен пара-пар болады екен. Түнімен су ішпесең де таңертеңмен немесе түнде бірнеше рет кіші дәретке шығу арқылы ағзадағы, әсіресе қанның құрамындағы суы төмендеп, қан қоюланады. Сондықтан таңертең күн шыққанға дейін жылы су ішу көп зиянның алдын алады. Көп жағдайда әсіресе егде жастағы кісілердің жүрегі таңға жуық тоқтап қалыпты деп жатады. Қанның қоюлануы осы мезгілде шегіне жетеді. Сол уақыттан ертерек тұрып, күн шыққанға дейін жылы суды ішу қан құрамын ретке келтіріп, оны сұйылтып, келеңсіздіктің алдын алуы мүмкін. Әрине, егер Алланың қалауы болса. Ескертетін жайт, суды міндетті түрде тек отырып ішкен дұрыс. Себебі ас қорыту жүйеміздің орналасуы сондай. Кісі түрегеп тұрған кезде бөлек, отырған кезде бөлек болады. Өзіміз отырып ішуді дағдымызға айналдырғаннан кейін, балаларымызды да соған жақсылап тәрбиелеуіміз керек. Не себепті? Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адам баласы тұрып ішкен судың қаншалықты зиян екенін білсе, түгін қалдырмай құсар еді деген. Тұрып ішкен су шынында бізге қатты зиянын тигізеді екен. Медициналық тұрғыдан да қаншама ғасыр өткеннен кейін тұрып ішудің зияны дәлелденген. Түрегеп ішілген су бірден ішектерден өтіп кетеді. Отырып ішкен кезде асқазан өзінің формасын басқаша күйге түсіреді де, ішкен суымыз бірінші асқазанға тұрақтайды. Біздің жаратылыс солай. Асқазанда ғана суды, жалпы кез келген дүниені залалсыздандыратын функция бар. Асқазанға түскен сұйықтықты ол дезинфекция жасап, реттеп, температурасын жылытып, ары қарай ішегімізге жібереді. Ал енді неге жылы су десеңіз, себебі салқын су ішетін болсақ, ол асқазанымызға түскен сәтте асқазан суды бірден ішекке өткізбей, оны міндетті түрде жылытады. Жылыту үшін өте үлкен энергия жұмсайды, яғни басқа заттарға қажетті энергиямызды суды жылытуға жұмсап қоюымыз мүмкін. Ал егер қайнаған жылы су ішер болсақ, қаншама күш-қуатымыз үнемдеп болар едік. Асқазанның да жұмысын ауырлатпай,
жақсы қызмет етуіне мүмкіндік береміз. Суды тұрып ішкен адамдардың көбі холерамен ауырады деген мәлімет бар. Сол үшін балаларға да кішкентайынан отырып ішуді үйрету аса маңызды. Қарапайым суды отырып ішу арқылы балалар ағзасындағы неше түрлі ішек вирустары, іш өту, тұмау сияқты аурулардан баланы қорғай аламыз. Алла тағала аманат еткен денсаулыққа бірінші өзіміз зиян тигізбей, бар кезінде бағалап, ең қымбат байлығымыздың қадірін біле жүрейік. Денсаулықты күту өте маңызды екенін әрбір әрекетімізбен ескерейік. Өмірімізді жаңа арнаға бұрып өзгеруге аяқ басу үшін істі бірден үлкен дүниеден бастаудың қажеті жоқ. Кішкентай, қарапайым ғана күнделікті әрекетімізді өзгертіп, нәпсімізді ауыздықтап, өзімізді қолға алып әрекет етсек, үлкен трансформацияларға аяқ басамыз. Ерте тұру әдетін қалыптастыруда негізгі 5 қағида бар. Біріншісі, ұйқыдан 5 сағат алдын майлы ауыр тамақ жемеу. Кем дегенде 3 сағат бұрын тамақ жеуді тоқтату. Ұйқы алдында тамақ жеп алу дегеніміз, қарапайым тілде айтсақ, организмімізге мен демаламын, бірақ сендер тамақты қорытып, әрі қарай жұмыс істеңдер деген бұйрықпен пара-пар. Бұл ұсақ түйек секілді көрінгенмен, көп жағдайда үлкен рөл атқаратынын есте ұстаған дұрыс. Екінші қағида, ерте тұруға қатысты өз-өзімізге кедергі ойлап таппай, сылтау іздемей, шын ниетпен ерте тұрамын, дағдыланамын деп өзіңді қолға алып, жоспарыңды тиянақтылап алсаң, ештеңе де саған бөгет болмайды. Бөгет болып кедергі келтіретін әбден ескі сүрлеуге дағдыланып қалған санаң, миыңдағы шектеулер ғана. Жоспармен жүрген ерте тұрған адамның күні берекелі, ең бастысы ағзасы энергияға толы болады. Тек миға маған ерте тұру қажет деген сигналды жақсылап орнатып алу керек. Мысалы, таңғы рейске билет алып, әуежайға баратын болып, ұшақтан кешігіп қаламын деген ниетпен ұйықтаған кезде қоңыраудан бұрын оянып алған сәттерің есте шығар. Демек, осы әдісті қолдан. Сол сияқты үшінші әдісте маңызды іс-шара, жұмыстар мен кездесулерді таңертеңгі уақытқа бекіт. Ұйықтап қалып кешігіп қалсаң, үлкен мүмкіндікті өткізіп алатыныңды ескеру қажет. Маңызды келіссөздер күннің алғашқы бөлігінде өнімді әрі сәтті өтеді. Себебі таңертең сенің ойың сергек және миың тұнық қалыпта болады. Аталған әдіс тек ерте тұруға емес, ойымыздағы жауапкершілікті арттыруға да көп септігін тигізетінін ұмытпа. Төртінші қағида ретінде, таңертең ояна салып, ұйқыны ашамын деп ұялы телефон, теледидар қосудың қажеті жоқ. Өйткені теледидар бөлетін ультракүлгін сәулелер мен көгілдір түс адамның ұйқы бездеріне тікелей әсер етеді. Жаңалық оқуға, әлеуметтік желіге кіруге де асықпа. Кейде жағымсыз жаңалықтар сенің көңіл күйіңе де әсер етіп, күніңнің көңілсіз өтуіне себеп болуы әбден мүмкін. Ал 5-ші қағида, оянатын уақытқа сағат қойған кезде оятқышты жаныңнан алысқа қою қажет. Тұрып өшіруге жеткенше ұйқы ашылуы мүмкін. Егер оятқыш дәл жаныңда болса, ескі әдетше қоңыраудан өшіріп, ары қарай ұйықтап қалуың ғажап емес. Сондықтан өзіңнен алыстау жерге оятқышты, будильник қоюға дағдылан. Оятқышты өшірген соң бірден жарықты жағып қой. Жарық адамның бойындағы ұйқы безінен бөлінетін меланин ферментінің үздіксіз бөлінуін тежейді. Сосын терезені ашып 2-3 минут таза ауамен тыныстауды да әдеттер тізіміне қоссаң артық болмайды. Міне, әркез сылтау іздемей, осылай миыңа күнде тапсырма бер. Ал ми біз нені маңызды санасақ, соған қызмет етеді. Ең құнды валюта уақыт деп жиі айтып жүреміз ғой. Бойымыздағы күш-қуатымыз да өте маңызды. Уақыттың жетсе де кейбір әрекеттерді жүзеге асыруыңа энергияң жетпей қалып жүрген жоқ па осы. Уақытымызды жоспарлаған секілді бойымыздағы күш-қуатымызды да мүмкіндіктерін есептеп үйренуіміз қажет. Алла тағала берген күш-қуатты қайда жұмсап отырмыз? Қай бағытта қолданып жүрміз? Көп күшіміз қажетсіз жаққа қолданылып, құрып кетіп жатқан жоқ па? Жоспарсыз, есепсіз шығындап алған энергиямызды дәл керек уақытында таппай, қиналып қалып жүрген жоқпыз ба? Уақытың жетіп тұрса да, қалтаңда ақшаң көп болып, бірақ бойда күш-қуатың болмаса, арманыңа жете алмайсың. Адамның күш-қуаты ешбір валютаға теңеспейді. Ал осы тақырыпта айтылған кеңестердің бәрі саған Алла тарапынан берілген энергияңды дұрыс сақтап қалуға, әрі қарай бақытқа, байлыққа жеткізетін құрал ретінде қолдануға, ерте оянудың берекесін түсінуге шақыру деп түсін. Міне құрбым, көп ұзамай кітаптың 1-ші бөлімін аяқтадың. Сен үшін пайдалы ақпаратқа толы тақырыппен бөлісіп, біліміңе жаңа ілім қосып, мүмкіндіктеріңнің санын арттырып, жол сілтей алғанымызға қуаныштымыз. Кітап ұнап жатыр ма?
ұнаған тұсын белгілеп, өзіңе қажет кеңесті жазып отыруды ұмытпа. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Біз сенімен біргеміз. Демек сен жалғыз емессің. Өзің сияқты жаңа білімге құштар құрбыларың да кітап бетін парақтап өзгеріске қадам басып жатқанын есіңе алып қой. Ең бастысы, кітап әрі қарай бұдан да қызықты әрі пайдалы болады. Жалғастырып оқуды тоқтатпа. Енді бірінші бөлім есіңде жатталып, алған білім пайдаға жарау үшін ең алдымен мына сұрақтарға жауап беріп көрші. Өзің үшін қорытынды жасап ал. Қане, тақырыптарды түсінгеніңе бір шолу жасап өтейік. Ниеттің адам өмірінде рөлі қандай? Беткі ниет пен түпкі ниет деген не? Ниет түзеу ұғымын қалай түсіндің? Өзгерісті неден бастаған дұрыс? Өзгеру үшін жасалатын қадамдар қандай? Кісі ақысы деген не? Кісі ақысына қандай жағдайда қол салады екенбіз? Оның өтеуі қалай? Кісі ақысын жемес үшін қандай амалдар қолдану қажет? Тазалықты неден бастау керек? Жан дүние тазалығына қол жеткізу үшін қандай амал ету керек? Үйді, айналаны қоқыстан арылтудың қандай техникаларын меңгердің? Таңертең тұрмаған жағдайда не болуы мүмкін? Ерте тұрмаудың зияны қандай? Ерте тұру үшін не істеу қажет? Ерте тұру әдетін қалыптастыру үшін қанша қағида бар және қандай? Дұрыс тыныс алу, денсаулық күтімі жайлы қандай кеңестер алдың? Сұрақтарға жауап жазып болсаң, тапсырмаларға да кезек берейік. Әр бөлімнің тақырыбын оқып өтіп кетпей, тапсырмаларды орындап отырсаң, теориялық білім практикаға айналатын болады. Бірінші бөлімге арналған тапсырмалар. Өзгеріс өзіңнен басталатын болғандықтан, ішкі әлемге, жан дүние мен сыртқы айналаға мән беріп, тазалық жұмысынан бастауды қолға алайық. Алғашқы тапсырма қоршаған орта, үйіңіз, ми және тән тазалығына арналады. Бірінші, үй тазалығынан баста. Осы тұста жоғарыда атап айтқан KonMari техникасын қолданамыз. Бұл тәсілдің жай жинаудан айырмашылығы ескі саған қуаныш сыйламайтын заттардан құтылып, сені қуантатын заттарды дұрыс орналастырып, жаңа келер заттарға орын дайындауға үйретеді. Артық заттардан үйді тазарт. Жизнь, волнующее волшебство уборки фильмін көр. Екінші, ми тазалығын жүргіз. Санаңды жаулап алған керек емес ақпараттардан арыл. Инстаграмдағы қызықсыз парақшалардан, WhatsApp, Telegram, Facebook'тағы артық чаттардан шығып, қажет емес ескі SMS-терді өшір. Галереядағы суреттерді де саралап, қайталанатын артық суреттерді де өшіріп таста. WhatsApp'тан келетін сурет, видеолар телефоныңның жадына түспейтіндей етіп, настройка жасауды да ұмытпа. Компьютердің бетінде жұмыс үстелін реттеп, электрондық поштадағы қажетсіз хаттарды да өшіргенің дұрыс. Үшінші, күні бойы үй жинап бірталай тірлік бітірген денең жақсы күтімге лайық, солай емес пе? Өзіңді бүгін еркелет, сүйікті гель, скраб, маскаларыңды қолданып, өз тәніңе рахат сыйла. Моншаға барсаң да болады. Ерте тұруды әдетке айналдыр. Егер намаз оқитын болсаң, таң намазы уақыты кірерден бұрын оян. Әр қалада уақыт әртүрлі дегенмен, сәжде деген бағдарлама телефоныңа жүктеп, күнде қарап отыра аласың. Таңертең оянған соң, бір стакан жылы суды ішуді ұмытпа. Сосын таңертеңгі серуеніңнің пайдасы зор. Жарты немесе 1 сағат серуенге шық. Дұрыс тыныс алу техникасын жаса. Әр істе ниет маңызды, сондықтан осы бөлімнің негізгі тапсырмасы әрқашан ниетіңді түзету. Осы сәттен бастап өзге адам туралы өсек ғайбат айтпауға өзіңе уәде бер. Өсекке құмар әркез жаман пікір айтып, өзгені сөз ететін ортадан алыста. Егер бір ортада ғайбат айтылып жатса, дереу тоқтатуға тырыс. Өзіңнің қосылып кетпеуіңді бақыла. Бұл тапсырманы үнемі орындап жүруді әдетке айналдыр.